30 қыркүйекке дейін Еуразиялық одақ аумағынан шығарылып үлгермеген шетелдік көліктер айыппұл тұрағына қамалады. Себебі көлік иелері тиісті талаптарды орындамаған. Мәселен, қазір Қазақстанға бір жыл ішінде кіргізілген 5000-ға жуық көліктің 10% тіркелмеген болып отыр. Сондықтан ол машиналар кеден одағының аумағынан асып, елдеріне жөнелтілмек. Шетелдерден әкелінген көліктер биылғы жылдың 30 қыркүйегінен кешіктірілмей Еуразиялық экономикалық одақтың кеден шекарасынан шығарылуы тиіс. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, дәл қазір елімізде 500-ге жуық көлік иелері дәл осы шартты орындауы қажет. Болмаса автокөлік айыппұл тұрағына қойылады. Жалпы 2020 жылдың наурыз айынан бастап Қазақстан аумағына 4708 шетелдік көлік кіргізіліпті. Бірақ олардың басым бөлігі Еуразиялық одақтың елдерінен жеткізілген. Сондықтан Еуразиялық экономикалық одаққа келетін мемлекеттердің құрамына кіретін Ресей, Армения, Қырғызстан және Белорусиядан келген көліктерге қатысты емес. Бұл норма шетел азаматтарының осы автокөлік құралдарын алып кетуіне өз мүмкіндігі болмаса, онда тасымалдаушылардың көмегін қолдана алады. Комитет өкілдері пандемияға байланысты автокөліктерді елден шығару мерзімін 2 рет ұзартқан еді. Яғни әрі қарай созуға негіз жоқ. Енді межелі мерзімге дейін көлігін алып кете алмаған шетелдіктерде екі мүмкіндік бар. Бірі тиісті айыппұлды төлеп, көлігін не өзі, не тасымалдаушылар көмегімен алып кету. Ал екіншісі машинаны сату. Көлікті алып қалғысы келген азаматтар болса, кедендік тазартудан өткізіп, барлық тиіс салықтарын төлеп, атына аударып алады. Ол үшін қанша қаражат кететіні туралы кірістер комитетінің өңірлердегі департаменттерінен есептетіп алуға болады. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро.